Aldaysın ba, жан тәнім менен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Алардың бәрі бізге қарап тұр ғой. Бізге внимание жетіспей жатыр, сондықтан біз бүкіл вниманияны өзімізге аударып жатырмыз. Біз, короче, жанр күтіп тұрмыз, ішіміз пысты, сосын өлең айтамыз деп шештік. Тоғызда келіп алғанбыз ғой. Иә, қалай сіздерге біздің дуэт? Күтіп тұрғанымызға бір жарым айтсақ. Достық деген қандай, иә? Достық деген 5 арман, 5 арық тұрады. Досым, досым, деп өтірік береді. Ей досым, жағдай болсын. Точно. Түрім свежий болып үйге келдім. Спаға бардым, жаңа маникюрға не успела. Ертең осылай барайын деп тұрмын, примерно Гуанчжоуға. Сол уақытта жасата салам. Және де менде көрген шығарсыздар енді. Мен бір көңілді видео салам, бірақ өтпейді менде көңілді видеолар. Менде бір қайғырған, жылаған видеолар өтеді. Мен оларды түсірсем, салсам, сіздер айтасыздар, одно и то же деп. Единственный өтетін нәрсе менде сол қайғырғанский видеолар. Ну, понимаете вы? Өтпейді менде, лайфта өтпейді, прикольный видеоларда өтпейді. Мен грустный видео түсіре берем, маған ренжімеңіздер. Ал қайырлы кеш болсын, жildеттерімізді шығардық, ойбай, прям міне әлі де шығып жатыр, если честно. Айтайын дегенім бұл емес, жаңа алдыңғы видеоны көрген шығарсыздар, Аяланың тәбеті кез келген тағамға өте жақсы. Нұрайқанікі де жақсы, Құдайға шүкір. Кейбір аналар шынымен уақытысын ұмытып кетеді, немқұрайлы қарайды. Неге? Өйткені қол босамайды, үй тіршілігі дейді, басқасы дейді. Өтініш, құрметті аналар, біз бекерге айтпаймыз ғой сториста, иә. Халық алдында жүргеннен кішкене бір пайдамыз тисін деген ниетпен айтамыз. Қайырлы кеш болсын барлықтарыңызға, достар. Сторисқа шықпалы көп болыпты. Ойлансам ше, Қапшағайға жаңбыр да келіп жатыр, мен де неғып шықпасқа деп жатыр. Друзья, всем привет. Короче, классно сегодня провела день с бабушкой и с сестренкой. Сейчас водички. Это было без воды просто невозможно. Нынче пятница вот такая, потому что завтра днем мероприятие. Нужно пораньше лечь, а потом еще в воскресенье мы едем на суперпати, который состоится в Макао. Вот, счастливые, довольные, поедем. Всем отспугал,